Hello everyone, how are you? Сәлем баршаңызға, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі біздің тақырыбымыз модальды етістік must, яғни міндетті деген мағынаны білдіреді. Modal verb. Яғни естеріңізде болса, алдыңғы сабақта мен can модальды етістігімен таныстырған болатын. Егер can модальды етістігі туралы білгілеріңіз келсе, онда алдыңғы сабақтарды қарап шығыңыздар. Ол да модальды етістік, must деген бұл да модальды етістік. Модальды етістіктердің негізгі етістіктерден айырмашылығы, олар өзінше жеке тұрған кезде ешқандай мағына бере алмайды, тек қана етістіктің қасында сол етістіктің жағдайын білдіре алады. Модальды етістік must туралы мысалдар келтіріп көрейік. Яғни бұл мен айтқандай міндетті деген мағынаны білдіреді. Мұнда біз жүгіру етістігін алдық. Мен міндетті түрде жүгіруім керек. Қалай болады? I must run. Егер сен жүгіру керексің, сен міндеттісің жүгіруге, you must run. Біз міндеттіміз жүгіруге, we must run. Олар міндетті жүгіруге, they must run. Ол міндетті жүгіруге, he must run. Қыз бала болса, she must run. Егер ол жануар немесе жансыз зат болса, it must run. Яғни бұл болымды сөйлем. Ал болымсыз сөйлемде осы must-қа not деген сөз жалғаймыз. Яғни мен міндетті емеспін жүгіруге, I must not run. Сен міндетті емессің жүгіруге, you must not run. Немесе қысқартып оны mustn't деп те айтуға болады. Жазып көрсетейін. Must-қа notты жалғап, үстінен mustn't деуге де болады. Келесі, біз міндетті емеспіз, we mustn't run. We must not run. Олар міндетті емес жүгіруге, they must not run. Ол міндетті емес, he must not run, және she must not run, және it must not run деп болымсыз сөйлемдер жасай аламыз. Мына жерде кішкене мысалдар келтіріліп тұр екен. Must not, mustn't қысқарғанда, mustn't жаңа айтқандай. You must not leave the classroom. Leave деген кету, сен кетпеу керексің сынып бөлмесіне. Немесе қысқартып mustn't, you mustn't miss the lectures. Lectures деген лекциялар, сабақтар, miss деген өткізіп алу, яғни сен лекцияларды өткізіп алмау керексің. Мына жерде мысалда сұрап отыр, may I smoke here? May мүмкін ба, яғни болады ма мен осында темекі шексем деп тұр. No, жоқ, сіз яғни олай жасамауыңыз керек, яғни вы не должны. Яғни сіз міндетті емессіз, олай істемеңіз деп қатты айтатын болсақ, you mustn't деп, must not, you mustn't деп айтамыз. Және де тағы бір айта кететін нәрсе, сұраулы сөйлемде саған кезде осы must'ың өзі бірінші орынға шыға келеді. Яғни must you go there? Яғни сен міндеттісің ба баруға ол жаққа? Немесе must we follow your advice? Follow деген, яғни следовать, еру. Must we follow? Біз еруіміз керек па? Your advice, сіздің кеңесіңізді. Кеңес, ақыл кеңес туралы айтып, совет. Яғни сұраулы сөйлемде бұл must бірінші орынға шыға келеді екен. Мысалға, мына жерде әртүрлі етістіктер тұр екен. Солармен жасап көрейік. Қараңыздар. Яғни must міндетті. I must read. Мен оқуға міндеттімін. He must help. Ол көмектесуге міндетті. She must open. Ол міндетті түрде ашу керек. It must play. Ол міндетті ойнауға. We must write. Біз міндеттіміз жазуға. You немесе yes, you must close. Сен жабуға міндеттісің, немесе сен де жабу керексің деп. They must take. Олар міндетті түрде take деген алу, алу керек деп жатыр. Яғни бұл әртүрлі етістіктермен. Сонымен must модальды глаголы бізде екі жағдайда қолданылады. Біреуі, олардың біреуі, яғни міндеттілікті білдіреді. You must eat it. Яғни сен міндетті түрде eat деген жеу керексің дейді. Eat оны, яғни сен оны жеу керексің деп отыр. Және де бір нәрсені болжаған кезде де осы must'ты қолдансақ болады. It must be bitter. Яғни бұл аштырақ болуы мүмкін, мүмкін деген
мағынада қолдануға болады. Яғни осымен біздің модальды етістік туралы сабағымыз аяқталды. Егер қандай да бір сұрақтарыңыз болып жатса, астына комментарияға жазыңыздар, сұраңыздар, және де өздеріңіздің мысалдарыңызды болымды түрде, болымсыз сұраулы түрде 3 түрлі мысал келтіріп кетіңіздер. Және де сіздерге айтатыным, осы сабақ ұнап жатса, сіздер лайктарыңызды басып, комментарий жазып, видеоларыңызды, және де осы менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Мен әрдайым осылай сабақтар салып жүремін, сіздерге пайдалы болу үшін. Жақсы, олай болса сабағымызды аяқтаймыз. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Goodbye.